Бұл жақта қосып бергенсің ба? Oh my god, oh my gosh, oh my god. Айталайшы, брат, арабтар ше, камераға плюс қалдым да. Бабаңдар, ой, айтамай. Офигеть, күшті. Всем хай, сіздермен Әсел. Бүгінгі блогта сіздермен Шымкентке барамыз. Let's go! Заправкадан слаб алдым жолға. Будьте здоровы, пейте воду обычно. Безумно можно быть первым. Ойбай. Жерге келіп жайғастық. Вот чемоданымыз, қазір кіреміз. Алдық. В общем, бөлмені алдық. Осындай 505 деген. Так вот. Еще осылай. Так минималистично и все так красиво. И осындай екінші бөлмесі бар. Так, уборныйды көрсетейін. Мен. Ой, ішім ашып қалды. Мен. Уборная. Так, светі қайда бұның? Вот мына уборная. Уборная. Так красиво, минималистично. Біз қазір Арбатқа шықтық, ары қарай киноға кетеміз. Өзіме осындай гранатовый слэш алдым. Вот, блин, как давно я здесь не гуляла. Tomorrow. Сау болыңыз. Біз қазір Дендер паркқа келдік. Назгүл ханмен бізде қыздармен ретрит болады, және пикник болады. Шымкентке келген тағы бір Шымкентке келуіміздің тағы бір себебі осы. Енді дерске шегенің үстінде тұрамыз. Я, шегенің үстінде. И пикник болады. В общем, бәрін бөлісіп отырамын ғой, сіздерге қызық болады. В общем, я в полном предвкушении. Бұл менің әпшем, мен бірге қатысады. Азанда 9-да шомып, осы жерде болғасын ғой. Еще банан суын қосамай деп жатыр. Мен қосамай. Әсел болмаса қайда деді ма? Өшен айт. Жоқ, айтамын да, қалай банан суын қосамауға болады да? Мы разве 21-ші ғасырда өмір сүреміз? Суды қосамауды білмеймін. Сен айтсасын, сен істемейді деген ғой. Бұл жақта қосып бергенсің ба? Карточкада. Бірақ бірінші бұл ойынға біз өзіміздің запросымызбен кіреміз. Маған не көмектеседі? Бірақ четко маған не көмектеседі? И сол неге жету үшін конкретно не көмектесетін карточкаларды шығарамыз да. Ойбай. Мынау не деген күшті карталар тұр ба? Бұл біздің состояниеміз, да? Как раз презентациямен отырмайын, дипломның. Мына қыз не сезініп тұр? Бәрі бар да. Бірақ сонда да бұңайып тұр. Мына қызға не жетпей жатыр деп айтасың ғой. Әсем. Мен атын жаттап алмақпын ба? Әсем. Иә, мамаға айтасың Түркістанға Әсем әпшеге барамыз. Бұл жерде ақшаға мен сұрақпен кіреміз. Именно ақшаға байланысты. Тамақ жеп алайық, одан кейін Гозияға тұрамыз. Вау, күшті. Гозияға тұруға дайынсыздар ма? Дайынбыз, бәріне дайынбыз.
Біз бүгін осындай женский коллективпен Аида ханым, Назгүл ханыммен күшті пикникте отырмыз. Кайф. Қашан көрдің? Біз қазір күшті тамақ жеп алдық қыздармен бірге. Қазір уже гвоздотерапия. Аида ханыммен қазір шегенің үстіне тұрамын. Представляете, шегенің үстіне. Қазір отрыв қоям. Назгүл ханым маған оның пайдасын барлығын айтып берді. Уайымдап тұрмын, чуть-чуть бар ғой. Вот. Бірінші әпшем тұрды шегенің үстіне. Қазір келе жатыр. Эмоциясын көрейік. Қалай сізде эмоция? Күшті керемет. О май гаш. Я в полном предвкушении. Ой, сейчас мне істеп кеткен. Бүгін енді көп инсайттар алдық. Финансовый не бойынша ойын ойнадық. Қазір енді шегенің үстіне тұрайын деп жатырық. В общем, күшті күн болып жатыр. Кто там? О май гад. Вот. Давай, бастаймыз. Душевно больно проживать этим. Вот, например, боль в нашей душе, да? И вот такие, хоп, закрылись, ғой. А когда она телесная боль болады ғой, и біз соған душевная больді қосамыз ғой, сұраймыз ғой сол туралы, например, қай жерінде тұр сенде ол эмоция бағанағы. И сол кезде телоның болына душевная боль, вот это психологическая боль қосылады да, и сен сол больмен проживать етіп тастайсың да, шығарып тастайсың да бағанағы бойыңды ше. И уже анау орын босайды да. А когда мы не проживаем вот эти эмоции, да, то ол біздің денемізде тұрып қалады ғой, әркімде әр жерде тұрып қалады. Жылап шығарып тастау арқылы орын босатамын. Біреуге бір нәрсе айтпай қалдың да, сөйтіп ертесіне тамағына орын тастайды. Ол өзінен өзің ше. Соның бәрі психосоматика ғой, оның бәрі. Жыладым. Эмоциямды бірақ та конца шығармаған сияқтымын ше. Бірақ сәл болса жеңілдеп қалдым. Енді представляете, жаңа айтқандай шегенің үстінде тұрып, өзінің физический бөлінен душевный бөлінді шығарасың. Маған айтты, тағы 2-3 сеанс керек деп, өйткені эмоциямды әлі до конца шығармадым. Оны проживать етпей кетсін. Тағы керек маған. Мен де солай ойлаймын негізі. Қолым осындай бірдеңе шағып тастады, ё-моё. Блин, қышып жатыр. Біз уже біттік. Қоштасадық. Few moments later. Гвоздотерапия табиғаттағы пикниктен шығып, саға келіп, өліп, ұйықтап. Қазір енді корейский, японский кухняға кетіп баратынбыз. Еще рамен здесь. Я понял. Давно я не ела рамен. Сейчас попробую. Сіздің бүгінгі терапиядан кейінгі эмоцияңыз? Күшті керемет. Тағы құтқым келеді. Күшті тағы қалыпты дейді. Сол. Ұстазым сюда чықты тағы келді. Все. Поехали. Кезінде осы гостиницаның алдында студент болған кезімде күнде жаңбырлады, мен қайтатын едім сабақтан. Қонақ үйге келіп орын таппай кетеді. Жоқ, оны айтатқан жоқ. Сен туған күнге баратын едің ғой. Басқа қонақ үйде уақыт өтіп жатыр. Мен киінуім керек, дайындалуым керек деп. Сондай сәт мен есте қалғам да, Шымкент қонақ үйі. Иә, ал мен студенттік кезімде осы жерде айталай. Арабтар ше андай аппақ андай несін киіп алған да беліне тағып ше. Мен соны таң қалғам. Күн суық, салқын, білмеймін, арабтар ма өзге ұлттар. В общем, қап-қара аппақ андай төменгі жағында ше майталап тұрған. Болды, мен айтарым айтсам. В общем, бір сөзбен мен қайтарда осы техтан оқып жүрген кезінде қайтатын едім. Болды, соны айтайын деген ғой, жағаласпадым. Сол кездерім күштеді, студенттік өмірі. Есімде бар ма? Еще мына жерде қазір Мадленге келіп, тамақ жеп, шай ішіп, в общем, тамақ это жизнь ғой. Қай уақытта, қай жыл еді? Есімде жоқ.
шөп шалаң жеп жатқан Цезарь кішкентай болып шөбі көп андай ішінде несі жоқ еті жоқ 3,5 теңгеме да Шымкентте қалатын едім. Шымкенттен красавчиктер бар ма екен? Комментарияға плюс қалдырды. Шымкенттің жігіттерді бар. Қалам мендей қызды жіберіп алмаңдар. Ой, айта алмаймын. Мендей қызды жіберіп алмаңдар болды. Қарың ашып кетті ғой что-то да? Все, қазір барғасын тағы бөлсем. Не жедік сонымен? Мынаны дұрыстап қойса болады ғой деймін да. Эксперт шықты. Проснулся Асям эксперт. Көрмейтін жоқ, айтмайтын жоқ. Мынаны дұрыстап қойса болады ғой дейді. Вот меню. Так, ничего, что посоветуете? На видео шам деген кеме жеп қоям. Что бы вы покушали? Попадим не деген соска айтыңдар. Мына жер қараңғы екен. Күтіп отырмыз. Заказымызда 10-15 минутта келеді дейді. Қарын аш, өте аш. Қазір тарелкасымен жеп қойып жақсың ғой. Спасибо. Бақ. Қандай ғажап иіс. Вау. Қазір бізге токпоки келеді. Белиссимо. Бізге токпоки заказ бердік. Бірінші рет жеп тұрмын. Көреміз қазір. Дамын. Көреміз дамын. Ожидание реальность попамайны. Нормально ма? Обалденно. Тамақ жеп алдық. Что рамен, помен, токпоки очень бәрін деп вкусный один. О май гаш. Біз қазір очень мынандай билет алдық. Очень жүректі құстыратын нәрселерге отырайын деп жатыр. Общемді көндіріп әйтеуір өйтіп-бүйтіп тұратын болды. Біз қазір анаған ұшуға баратырмыз, пиратқа. Как классно. Отырсақ көреміз. Начинается. А знаешь, что звук? Ана қыздар күлгенмен тек көтіндік деп қой. Картинке келдік көлікпен. Көреміз енді. Жақта адам жоқ та. Общем, жақта 65 плюстар отырған жеріне. Бір қашан. Мынандай биттер қайса көзбенеді. Просто шықар. Құш кетті. Сенің құрметің үшін қылынды түсіп қой. Қазір біз осылай Семдеға келдік. В общем, горка бар, динозавр бірдеңеге кірейін жатыр. Қазір ойбайына колес обозрения шықтық. Тұңғыш Шымкент дегенді айта алмаймын күшті. Семдедан шыққан соң қазір картинке үлгермей алып, ертең тағы келеміз. До конца ғой, до конца. Мына жақта караокеде көріп тұрсыздар ма? Біреу конкретно өлең айтады. Дауыс жақсы екен. Бірақ менге жетпейді енді жақта. В общем, біз қазір Семдеден шықтық. Без Иван Пачинның Семдесі офигеть күшті.
Если Шымкентке келсеңіздер, осы семьдіға кіріңіздер обязательно. Русская сказка деген вообще күшті. Мұздардың арасында сырғалап жүресің, су классына кіресің, в общем, айналымның несіне кіресің, еще 6 минут болады екен. Вообще бақырып. Вообще супер бар ғой. Шашымыз до того не қып кетпей. Бірнәрсе заказ бердім, өзім осындай. Қазір қайтамыз уже. Все круто. Осымен бүгінгі Шымкентте қыдыруымыз аяқталды. Ертең тағы картинки кереміз, души қыдырамыз. Кездесулер бар ертең. И бизнес встречалар бар, соларға кездесіп, тамақ жеп, сөйлесіп, и ары қарай Түркістанға қайтамыз. Tomorrow. Бүгін біз уже жолға шығып баратырмыз Түркістанға қайтан, ойбай. Бай, қайда баратсың, сен сағыз. Сіздің ісіңіздегізбен бірдей екен ғой? Не деген сәйкес келеді, Достар, бүгінгі блог осымен тәмам. Егер сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, коммент қалдырамыз. Сіздердің әселдеріңіз. Чао!